Қатима Назыкешпен құрбы болғанына 2 жылдай болды. Туғандарынан артық болды. Тіпті бірдей киініп, қаладағы театр-концерт залдарға егіз адамдардай жұбын жазбай барады. Назыкеш ауылда келгенде күйеуі ерте қайтыс болып, жалғыз ұлы да әскерде апат болды. Пысық, еті тірі келіншек аз күнде банкке орналасқанын айтып, ағынан жарылғанды. Тек барар жері жоқтығын айтып, көзіне жас алған. Бейтаныс құрбының мына жайын естіген Қатима 4 бөлме үйінің кішірек бір бөлмесін тұруына рұқсатын берді. Қуанып кеткен Назыкеш Қатиманың бұл жақсылығын ешқашан ұмытпайтынын ескертіп, реті келіп жатса жақсылықпен қайтаратынын қайталап айтып, жақсы құрбыға айналды. Отбасы мүшелерінің сеніміне енді. Қатиманың күйеуі де әйелінің жақсы құрбы сенімді замандас тапқанына риза. 4 бөлменің бір емес 2 бөлмесі бос тұр. Қызы тұрмыста, ұлы шетелде оқиды. Ол Назыкештің тұрғанына еш қарсылық танытпады. Досмұрат тіпті Назыкештің руында қандай мамандық иесі екендігін, қай жақтан келгенін сұрауды да артық санаған. Үйдің кілтін көбейтіп, қалтасына салып берді. Тамақты кезектесіп жасап, Қатима келін жұмсағандай қолы ұзарып қалып еді. Назыкештің фамилиясын да сұрамапты. Енді міне сол Назыкешін іздегелі жылдан асты. Бір емес 2 рет банктен несие алып беріп, 2 құрбы мейрамхана ашып, мол ақшаға кенелеміз деген әдемі уәдемен жүргенде айлар алыстап, жылдар жылжып, 12 айдың жүзі болды. Қатима телефон шырылы жүйкесіне әсер ететін жағдайға келді. Өзі игілігіне жұмсамаған ақшаның қайтарымын ай сайын банкке төлеу керектігін естігенде күйеуі: Назыкеш қашан келеді? Оның ешқандай ет жақыны жоқ деп едің. Қайдағы нағашы пайда болған? Неге телефон қоңырауына жауап бермейді? Сонымен Қатима ресторан ашпақ түгілі жақсы жанашыр құрбысынан көз жазғалы жылға жуық уақыт өтті. Бір күні Досмұрат кездейсоқ банк жанынан өтіп бара жатып, өз телефонына бірлік салу үшін банкке бас сұқты. Өз көзіне өзі сенбеген Досмұрат алдында ақалап күліп, жанындағы еркектің иығына қолын салып тұрған Назыкешті көрді. Екеуі де банк қызметкерлеріне ұқсайды. Мойындарын тағып алған белгілері бар. Бұны байқамаған Назыкеш күлкісін тияр емес. Банк залында кезекте отырған көпшілікті де елер емес. Досмұрат күдіктене бастады. Банктың оң жағынан өтіп, қалтарыстан телефон шалды. Назыкеш қалта телефонын алды да қасындағы еркекке көрсетіп тұрып, телефон түймесін баса салды. Досмұраттың күдігі одан әрі арта түсті. Ол Қатимаға жылдам телефон шалды да жетуін бұйырды. Жақсы құрбыңды таптым, тез жет, мен сені күтемін. Досмұрат әйелімен сөйлесем дегенше әлгі екеуі келесі залға өтіп кеткені. Артынша барып, көп есіктің арқайсын ашып, даусы естілер мекен деп жүр. Жым-жылас, бағанағыға зор дауыста естілмейді. Қайтып бері қарай шықпады да. Кезекші жігіт ары қарай кіруге болмайтынын ескертті. Қатима да жетті. Қашан келіпті? Сөйлестің бе, өзі қайда? Сұрақты жаудырған Қатима күдікті ойдан аулақ. Досмұрат залда кезекшілік атқарып тұрған екінші бір жігіттен: жігітім, жаңа мына жерде күле сөйлесіп көңілді тұрған 2 қызметкерді танисың ба? Кабинеттерін көрсетіп жібересің бе? Апайыңның аты Назыкеш. Иә, Назыкеш деп қайталады Досмұрат. Назыкеш, ол апайдың аты Салима. Сіз шатастырып алған боларсыз. Жоқ балам, шатастырмадым. Ол біздің үйде тұрады. Жақсы танысым, жақын туыстары сырқаттанып көп болған ел жаққа кеткелі. Келіпті ғой. Жоқ, ол әйелдің аты Салима. Тағы қайталаймын ағай. Ол Салима Жарқыновна. Қатима сөзге араласып: балам, жарайды, Салима болсын. Кабинетін көрсетші деді, өтінгендей кейін танытып. Ол 3-ші қабаттың 302-ші бөлмесінде отырады деп сөзін аяқтамай жатып, Қатима жүгіре жөнелді. Алайда көлденең қойылған үстелдің жанындағы жігіт: азаматша, қайда барасыз? Баса көктеп кіруге болмайды. Ол жақта қызметтік бөлмелер. Кім керек еді? Шақырыңыз. Міне телефон қабырғаға орнатылған. Жұмыс телефонын меңзеді. Досмұрат: балам, өзің қосып жіберші. Кезекші жігіт елгезектік таныта түсіп: Салима Жарқыновна, сізге келіп тұр деді, тілін бұраңқырап. Арғы жағынан кім деді ғой деймін.
телефонды құлақ тұсында ұстап тұрып: «Кімсіздер?» деді. Қатима дауыстап: «Қатима досың деші». Досмұрат деді де асығыстау сөйлеп, даусы құтқылдау шыққанын өзі де байқамаған сияқты. Залда отырғандардың ішінен бір ер адам: «Азаматша, тыныш, бұл жерде сізден басқа да адамдар бар» дегені. Ескерту жасаған адамға көңіл бөліп, кешірім сұрағанша әлгі жігіт телефон тұтқасын іле салды. «Үйде күтсін, сәлден соң барамын» деді. Бір-біріне қараған ерлі-зайыптылар бір шалалықтың барын енді сезгендей болды. Досмұрат: «Екі кредитті де осы банктен алып па едіңдер?» деп сұрағын түзетті. Қатима жауап берместен басы салбырап жүріп келеді. Жүрегі әлденені сезгендей, күдік пен өкініш, сенім мен сезік қатар алмасып, ойын жүйелей алмай келе жатыр. Ол тіпті қатар келе жатқан Досмұраттың сұрақтарын естімеді де. Сол Назыкеш, Сәлима жарқын қызы, сол кеткеннен мол кетті. Үйі де күйі де бар Назыкеш алаяқ әйел. Алдамшы құрбы болып шыққанына іші ашыған Қатима мен Досмұрат заңға сүйеніп бір әділдігін күтуде. Сот орындаушы: «Кешіріңіздер, ол азаматша бүгін де келмеді, шетелге кетіпті». Қатиманың өкініштен өзегі үзілгелі тұр. Берген мерзімі таяғанда басындағы 4 бөлмелі үйін банк алып қоюға шешім шыққан.